Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын күйші Еділ Басағараевтың отбасынан алып, белгілі ғалым экономист, ұлтжанды азамат профессор Серік Мақыштың отбасына жолдаймыз. Жатқызды көрпе төсекке, кезек-кезек сөз қатты, үндімей Қобылан тек жатты. Тілеп алған жалғыз ол, кемпір шалға тым тәтті, ол уақытта пенде жоқ, Қобыландыдай сымбатты. Өзіме қара қалқа деп, ірге жаққа шал тартты. Өзіме қара қозым деп, от жақтан кемпір бұл тартты. Ортасында Қобыланды, алма кезек домалап, шал кемпірдің қойнында артық туған Қобыланды кірпі қақпай таң атты.